И сөйтеміз да, жаңағы Асия екеуміз тұрмыз. Айсықтың енді жұмыс бойынша, съемка бойынша ассистент қызы екен, енді болды, жақсы араласып кетеді ғой. Тей, уаха деп андай. Үй келеміз да, ана қыз нативно мені байқамай тұр да. Мен тұрмын, бірақ, о, привет, Асқар, хотя жанында мен тұрмын да, қалайсың, дейді да, именно уже біреудің әңгімесін менде заглушка болып қалады, басқа жаққа андай мән бермеймін. Басқа қарап тұра беремін. Бұл жақта байқаймын, вроде 1 минут кетті, аналар әлі ха-ха-хи-хи болып отыр да, андай жай, ха-ха емес, андай ва-ха-ха болып отыр да. Сосын бүйтіп қараймын, бұл жақта тағы әлі жалғасып отыр да, и мені қарасам 1 минут өтіп кеткен, әлі сөйлесіп тұр дей ма? Қарасам 1 сағат өтіп кеткен. 1 минут өтіп кетті, ол әлі тұр ол жерде. Сен қыз бала, ахам. Болады, предпоказываешь, сен привет, пока кетесің ғой. Алар ұзақ. 1 минут. Асқар, 1 минут. Не үшін сөйлестің сен қызбен? И сөйтіп қарайсың, ұзақ сөйлетіп қараймын, әлі жалғасып жатыр. Үйіме айтам ғой, потом бірақ өзі ештеңе демедім. Потом келіп айтам, ана қыз кім деймін. Бұрындап, там, по работе, айтам, неге, во-первых, деймін, ол қыз келіп, менімен де амандасып, о, привет, Асқар, қызымға ботама, таныстырып жібер, а потом үшеуміз бірге тұрып әңгіме айтсақ, типа, менің көзімше айта берсеңдер сол әңгімені, даже сен, бота, типа, бұл қыз осы жерде жұмыс істегенде бір ауыз айтсаң, сенен де ол қыздан да ондай болған жоқ, екеуің менің бар екенін байқамайсыңдар, ұзағымен